Алма жеуге тәбетіңіз тартпаса, міндетті түрде алмадан компот дайындап көріңіздер. Әрі пайдалы, әрі салқындатып ішсеңіздер, шөлдеріңізді басады. Ең алдымен отқа суды қайнатуға қоямыз. Осындай алманың кептірілген қақ түрін жақсылап жуып тазалап, қайнап тұрған суға салып, бір араластырып, бетін жауып, тағы бір рет қайнатамыз. Сол кезде нават саламыз. Наватты егер алма қышқыл болса, немесе тәттіні жақсы көрсеңіздер, тағы да салуға болады. Бетін жауып, тағы да 20 минуттай қайнатамыз. Сонымен біздің компот дайын. Астын өшіріп, бетін жауып, суытып, салқындатып ішеміз. Дәмі өте керемет болып шығады. Алма шырынының құрамындағы А, В, С витаминдері адамның ағзасының иммундық күшін арттырады. Сонымен қатар алма шырыны темір, магний және фосформен біріккен минералдарға өте бай. Егер де жиі ішіп тұратын болсаңыздар, интеллектуалды дамуларыңыз бен есте сақтау қабілеттеріңіз жақсара түседі. Видео рецепт ұнаса, видеоға лайк басып, достарыңызбен де бөлісіп қойыңыздар, және де парақшама тіркеліп алыңыздар. Парақшамнан көптеген рецептерді таба аласыздар.